қауым, еңсемізді тіктеп, егеменді ел атанып, тәуелсіздіктің туын желбіреткелі биыл 30 жыл. Осындай қасиетті де қастерлі тәуелсіздік жылдары дүниеге келген жас жеткіншектер биыл 30-ға толды. Ендеше бүгінгі кешіміздің қонағы, алғашқы мәдениет саласында еңбек жолын Еркеназ би үйірмесінің көркемдік жетекшісі болып бастаған, қазіргі таңда ауданымызды облысқа, республикаға танытып жүрген Айжанқыз халықтық үлгілі ән-би ансамблінің көркемдік жетекшісі Мұсағұлова Айдана Бердәулетқызы. Ал Айдана, ендігі сөз кезегі өзіңізде, өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, барша ел жұртымыз аман болсын. Бүгінгі мынандай сұхбатқа шақырып, көңіл бөліп жатқандарыңызға үлкен рахмет, қошеметтеп жатқандарыңызға. Енді мен өнер жолына әрбір ата-ана баласының сахнадан көрінгенін қалайды. Сол сияқты менің де апам мен атам, мен енді үлкен кісілердің тәрбиесін алған қызбын. Атам мен апам сол сахнаға қарай итермелеп, мектеп қабырғасынан анам қолдап, өстеп би өнеріне деген қызығушылығымды ашқан сол кісілер болатын. Кейіннен 2007 жылы Жаркент педагогикалық колледжде оқуға түстім. Сол жерде Айжанқыз халықтық үлгілі би ансамблінің құрамында өнер көрсеттім. Содан колледжді бітіргелі осы өнер саласында жұмыс істеп, өнер саласында жетістіктерге жетіп, сахнадан түспей, осы тәуелсіздігіміздің арқасы келе жатқанымыз. Қазіргі таңда осы аудандық мәдениет үйінде Еркеназ би үйірмесін ашып, кішкентай өзім сияқты мектеп қабырғасындағы мен сияқты тайтайлап келе жатқан қыздарды сахнаға баулып, солардың өнерін шыңдап келе жатқан жайымыз бар. Күшті, керемет. Еркеназ би үйірмесі және оның шығу тарихы туралы айтып өтсеңіз. Еркеназ би үйірмесі 2014 жылы Жаркент қалалық мәдениет үйінің жанынан құралды. Ол кезде Жаркент қалалық мәдениет үйінің директоры Аниша Қажайқызы болатын. Сол кісінің қолдауымен, сол кісінің бастамасымен құрылды. Менің осы Еркеназ би үйірмесінде тек қана қала мектептерінің қыздары өнер көрсетеді. Сонымен қатар кейіннен осы соңғы 2 жылда ауылдық, жақын ауылдық мектептерінде қыздары келіп, би өнеріне машықтанып жүр. Үйірме құрамы 4 топқа бөлінеді: кіші топ, бүлдіршін топ, кіші топ, орта топ және үлкен топ болып. Үйірме жұмысы ең басты бағыты ұлттық билер, ұлттық биімізді насихаттау жастарға. Сонымен қатар енді қазір сұранысқа көп ие заманауи билер де бар қоржынымызда. Сол билердің барлығымен енді шамамыз жеткенше жеткіншектер тәрбиелей отырып, екінші жағынан ауданымызды енді таныту барынша. Ұстаздан шәкірт озады демекші, өзіңіз тәрбиелеп жүрген шәкірттеріңіздің жетістіктері туралы не айтар едіңіз? Иә, ұстаздан шәкірт озады деген бұл өте бір аталы сөз. Олай дейтінім, мен өзім кішкентай кезімнен Гүлмира апайымда би өнерін үйрендім. Сахнаға алғаш шығу, алғашқы қадамды маған Гүлмира апай жасап берген. Ал үлкен сахнаға деп жол ашқан колледждегі менің би өнерінен үйреткен Гүлшат Нұрдәулетқызы, барлығыңыз білесіздер, бүткіл аудан, бүткіл республика таниды ол кісіні. Сол кісілердің арқасы. Қазір енді өзім жетекші болып, қыздарға би үйретіп бастағалы, сол кісілердің ақыл кеңесін барынша тыңдаймын. Ал өзімнің қыздарыма бар, өзім не үйрендім, не көрдім, не білдім, соның барлығын жеткізуге тырысамын. Ол әрине біріншіден Алланың қалауы, екіншіден менің енді барынша күш салғаным, үшіншіден ол ата-аналардың қолдауы. Егер де ата-аналар болмағанда, ата-аналардың қолдауы болмағанда, біз жаңағыдай ауданымызды таныту үшін алыс жақтарға, байқауларға бара алмайтын едік. Енді қазір мен шәкірттерімнің жетістіктері енді мақтан етуге, біреулер үшін мақтан етуге тұратын шығар, біреулер үшін ол мақтаныш емес болып көрінетін шығар, дегенмен де шәкірттерім қазіргі таңның өзінде көптеген жетістіктерге жетіп үлгерді. Жастары өте кішкентай болса да, қазір көп жетістіктерге жетіп үлгерді. Оның бірі енді атап айтатыны, Қырғызстан Республикасына барып, байқауға қатысып, сол жақтан 1-ші және 3-ші орындарды алып келдік. Одан бөлек өзіміздің Қазақстанымызда өтіп жатқан көптеген байқаулар қыздарым өнер көрсетіп жүр.
соның барлығы енді менің шәкірттерімнің жетістігі. Ал енді оның ішінде атап айтатын қыздарым да бар. Менің шәкірттерім әлі кішкентай, дегенмен де оқу бітіріп, менен Алматыға кетіп, сол Алматы қаласында Ахметова Шұғыла деген қызым бар. Ол қыз өзінің колледжінде 5-6 қыздың басын қосып, менен үйренген билері бар, өзінің ойындағы билері бар, қосып колледжде өнер көрсетеді. Маған жіберіп тұрады жетістіктерін. Одан бөлек Тұрағалы Жайнар деген қызым бар. Ол қыз Алматы қаласындағы Сымбат сән колледжіне оқуға түсіп, модель болып қазір қызмет етіп жатыр. Бір жағынан оқиды, екінші жағынан қызмет етіп жатыр. Енді бұның барлығы мен үшін жетістік. Өйткені сахнада жүріс тұрыс, сахнадағы менен алып кеткен тәжірибені өздеріне пайдаланып жатыр. Жақсы. Алдағы уақытта тәуелсіздіктің 30 жылдығына қандай тартуларыңыз бар? Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнаған, енді мына біздің қазіргі жағдайға байланысты карантин, соған байланысты аз құрамда, шағын көлемде енді барынша дайындалып жатырмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап 29 сәуір күні халықаралық би күні барлықтарыңыз білесіздер. Соған сол күнге тұспа-тұс қылып, қыздарыммен жаңа бір билердің құрап жасап қойдық енді сахнаға ықшамдап. Енді барынша тырысып жатырмыз. Дегенмен де карантинді сақтауға тырысамыз. Соның барлығын жинақтап, енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына, енді біздің отанымыз дегенде жүрегі соқпайтын жан жоқ қой. Сондықтан енді тәуелсіздігімізді 30 жаста толып жатқан кезде жаңа бимен, жаңа шығармашылықпен сіздерді енді барынша қуантамыз деп уәде береміз. Айдана, бүгінгі онлайн сұхбатқа келіп, өз ойыңызды ортаға салып, өнер жолында жеткен жетістіктеріңізбен кең көлемде бөліскеніңізге көп рахмет. Еңбегіңізге творчестволық табыс, шәкірттеріңізге шабыт тілейміз. Бүгінгі сұхбатты көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.